Мына бақыт қайтқанда сонда қатты қиналдық бәріміз. Жыладық, жылағанмен шықпайтынын білдім. Енді мынау қазір байланыста бәріміз бірге жүреміз. WhatsApp деген өте жақсы ғой. Күнделікті қайырлы таң, күнделікті қайырлы күнімізді айтып бір-бірімізбен арасында аудиозвонокпен, видеозвонокпен сөйлесіп тұрдық. Кейінгі 3 күнде ғана байланысым болмай қалды. Бірінші күні жаратыштыңымыз кішкене ауырып тұрған шығар деп, екінші күні үндемегенде жүрегім дір ете түсті де, алуаға звондап едім, алуада көтермеді. Сонда да уже адам жаманшылыққа қимайсың ғой, бірақ бірден сезесің. Сол сездім, бірақ келген жоқпын. Өйткені бақыт менің есімде, сол әдемі қалпыммен, сұлу қалпыммен қалса екен, жүдегенін көрмесем екен деген ниетте қалды. Міне сондықтан бақытты әр уақытта жақсы тілектермен, жақсы ниеттермен есіме алып отырамын. Бақыт деген адам туралы өте көп айтуға болады, өте хозяйственный, сондай мінезі жайлы, көркемдік деп айтады ғой, көркем мінезді адам болды. Енді сол жақсы қасиетімен есімізде қала берсін. Міне өзі пенсияға шыққанда жақсы өмір сүреміз, бақытты, бұдан да арман бақытты өмір кешеміз деп жүргенде бақыт ауырып қалды, сол ауру ақырында ауырттыңды. Ал енді менің басымнан пенсияға шыққанда қатты қайғылы жағдайлар болды. Сол кезде кейбір адамдар даже көңіл айтуға жарамағанда бақыт ауырса да қасыма келіп, қолтығымнан демеді, үлкен рахмет. Енді осы бақыттың жатқан жері жарық болсын, көрмеген көшесінен жарылғасын. Міне бауырларыма, Мейрамға үлкен рахмет, туыстарына рахмет. Қатты болмай жатып, мәңгілік үйін орнатып берді. Міне қабірі нұрға толсын. Енді көрмеген қызығын, жасамаған жасын, жалғыз алуасына берсін. Мейрамға, бауырыма берсін, туыстары аман болсын. Қалған өмірінде тек қана қуанышты сәттер көп болсын. Енді мынау айтады ғой, дос деген 3 әріптен тұрады. Дос деген өте бір құдіретті сөз, қасиетті сөз. Ешкім еш уақытта досын ұмыта алмайды. Енді достың арасын не есеп бұзады, не өсек бұзады дейді. Ешқашанда есебімізде болған жоқ, өсегімізде болған жоқ. Бір-бірімізді құрметтедік, туыстай болып кеттік. Содан қатты жылағаннан түк шықпайтынын білдім де, тек қана досыма арнап бір шығарған өлеңім бар еді, шын жүрегімнен. Сол өлең сіздерге оқып беруге рұқсат етіңіздер. Әлі сиясыда кеткен жоқ, 2 бала маған оқып бердім, әлі ешкім білмейді. Ал енді мына сіз құрметті жамағат, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Жылап отырғанда қолтығымыздан демеп, көңілдеріңізді айттыңыздар. Сіздерге рахмет. Ешқандай қайғы көрмеңіздер. Осы өміріміз үлкен сый деп, бұрынғы өміріміз тарих деп, келешек өміріміз құпия деп өмір сүре беріңіздер. Соңдарыңыздан салиқалы ұрпақ қалсын. Адал, бақыт сияқты, менің досым сияқты достарымыз көп болсын. Сол досты ешқашанда ұмыта алмайсың, өлеңді оқуға рұқсат етіңіздер. Шығысымнан шығыла күн ататын, күнен кейіп қимай бізді бататын, асыл құрбым сыр бөліскен шақтарда талай күндер таңғыласып жататын. Сол шақты еске аламын өлеңмен, жоқтау айтып жиі келеммен, 46 жыл достығымыз жарасқан, бірақ күнде айырылдым сенеммен. Кетпесек те түндейікке шырқатта, біз бақытты ғұмыр кештік бұл шақта, қара шай мен қара нанды бөліп жеп, универде бірге оқыдық бір топта. Арманымыз әлі біздің көп еді, науқасында тұсау салды бөгеді, нұртасыңды алып кеттің өзіңмен, тәрбиелеп сен жеткізген ереді. Текті адамға жарасады сыйластық. Бізді Алла жаратыпты сыйластық, маған қарап мұңаяды мейрамың. Ішінде көп, оның бәрі қимастық. Бақыт еді сенің жаның есімің. Маған сенің ашық еді есігің, мен мұңайған шақтарда сен сеу болып, тура ойдың айтушы едің кесімің. Тағдырым бар, ұқсамайтын ешкімге. Оның аян жақынға да, досқа да, қарсы тұрдың тағдыр берген сынаққа, үлгі болсын кәріге де, жасқа да. Енді бізге серік болсын Құдайым. Құдайымнан тек амандық сұрайын, бақытты болып жалғыз гүлің алуаң. Мен жыласам, қуаныштан жылайын. Рахмет.